Көрнекті әрі талантты әнші Нұралем Құрбанбақиеваның шығармашылығына 40 жылдан астам уақыт болды. Құдыс Қожамияров атындағы Республикалық ұйғыр музыкалық комедия театрында тыңдарманмен қауышқан әнші халық алдында тұңғыш есебін берді. Нұралем Құрбанбақиеваның «Берген бұлақ шабыт» атты жеке концертін оның тыңдармандары көптен асыға күткен еді. Өнер кеші мемлекеттік ұйғыр театры ұжымының ұйымдастыруымен өтті. Ұйғырдың 12 мұқамының шебер орындаушысы Нұралем Құрбанбақиева өзінің жеке концертін композитор Икрам Масимовтың «Висал» мұқамымен бастады. Нава ансамблінің сүйемелдеуімен және Рухсалаби ансамблімен бірге өткен шығармашылық кеш әрбір жанның жүрегіне жылулық ұялатып, көрерменін тәнті етті. Нұралем өзінің халық нақшылары білән тонылған қызларымыздың бірсе. Авазы диапазонының кәң нақшыланышынақ бабыға еткізіп етідіған нақшыларымыздың бірсе. Нағайты кемтар, нағайты шынақ бір нем десем болды, артық сөзі жоқ. Шүнчелік әдемге қадынас, әштақ достарымыздың бірсе. Bir filosof deptiken, naqşı sazğa, umumen sənətgə işqini sağan insan zat, kam sözlük, mehr şəfqətlik, illik muamilə, başqa insanlarını dilidin tinşaş, xayrixahlıq bolşu şərtdir də. Bizning Nuralemdə bolsa, muşu insanlığı xas, sənətkarı xas, xislət pəzlətlə mövcuddur. Нұралем Құрбанбақиева Қытай Халық Республикасы Шыңжаң ұйғыр автономиялы районы Құлжа облысы Алтөй ауылында дүниеге келген. 1963 жылы Қазақстанға қоныс аударады. Алматы облысы Еңбекшіқазақ ауданының Қоран ауылындағы орта мектеп тәмамдайды. Мектеп қабырғасында талай жүректі тамсандырған қоңыр даусымен үлкен кішінің сүйікті әншісіне айналды. Кейінен Өзбекстанның Самарқан қаласына жас таланттарды оқуға жіберетіндігін естіген ол, ұйғыр театрында өткен өнерпаздарды іріктеу байқауына қатысады. Сол кезден ақ ол келешегінен зор үміт күткізген болатын. Уақытыда ұйғыр театрының директоры Ұйғыркам Мақберовты. Ол кіші деді екен, сіз авазыңыз бар екен, шу театрды ішлей берің, сізні нақшы шығып алайлы дегенде, мен немішкіду мен оқимын деп қылдым, еттім шыны білен. Анда қосы мәйлі Самарқанға беріп оқим. Біз музыкантларыны евататтық сазәнділеріні, бірақ анды сіз оқимын дегендікін беріп оқып келің деп. 18 балының ішінде мен яңғыз нақшычы болып кеттім шаққа. Оперны аваз білен келдім бейген. Оперны аваз білен ұйғыр театрға келіп бір шықедім, нақшы етіп бақсам, болмайды ке. Шының білән бұл авазыны орысчыда қойды, ламайт дейді ғой. Авазыны қайтыдың өзім нем қылып, қойып, ұйғырчылап, шын нақшыларын етіп, ижади нақшыларын етіп жүрдім. Нұралем Құрбанбақиева ұйғыр театрына Самарқандағы өнер ордасын тамамдағаннан кейін, яғни 1974 жылы келген болатын. Ол алғашқы қадамынан ақ жоғары кәсіби шеберлігімен және ән орындаудағы ерекшелігімен көзге түсті. Жыл Самарқандны бітіріп келгенде, шу сахнаға бірінші қадам шыққанда, мен есімді ба, ішкіміз білі
Шәріқ садасы деп, мен сольный концертный программамда ләзгі нақшы, үзбекші нақшыны шынақ итпеген, халықны алдыда, шынақ ағзыда қаған. Репертуарны башта әр милләтнің нақшыларын итіп шыққан. Кейін астаста халық нақшыларын үйгініп шықты. Ең ақырқы еші чоң болған сері, өзі мәннің болған сері, сәнәтті өзінің жолын тепіп, мұқамларын үйгініп, чоң классикларға иге боп десе болды. Әнші репертуары мұқам, халық әндерімен бірге лирикалық әндерге негізделген. Оның шерге толы мұңды дауысымен орындалған әндер көптеген елдерде ұйғыр халқының тарихы мен мәдениетін, қайғысы мен шаттығын баян еткендей әсер қалдырды. Өзімнің яқшы көрдіған нақшылары менің ili naqşları, xalq naqşları, şunun bilen asta xalq naqşları öttüm. Şu aralıklarda muqamlarını ettik. Müşavirek, çaddayat, rak, sigah muqamlarını etip rahmetlik Said Akram akam Tölegenov degan ustozimiz bo'lgan şu muqamlarını öğretken. Nuralem Kurbanbakiyeva uzak yıllar Uyghur teatrındağı Nava folklorluk ansamblinin talantlı әрі Жезтандай әншісі ретінде elge tanıldı. Ол Uyghur muzika өнерінің биік шыңы саналатын 12 мұқамды орындап қана қоймай, оның өңделуіне және қалыптасуына да өзіндік үлесін қосты. Хримакамның Высал мұқамында бір эксперимент қылғанда, вәтәнде рұқсат жоқ, аял кіші әқақ біле мұқамны итмайды, сапла әрқақла итіді дегенде, şu vaqtda Хримакам, яқ, бұл Высал мұқамға мен шындақ өзім ойлап, Нуралямға лайық şu мұқамның партисini yazғандым. Абдрешит Мухамедов деген әрқақның партияны етсе, Нуралям şu vaqtda дуэт білен бірінші қаттым мұқамның экспериментіне Высал мұқамда еп шыққан. Әншінің шығармашылық кешінде өнер тарландарымен бірге жас әнші мұқамшылар да өнерін көрсетті. Театр сахнасындағы 40 жыл. Көрерменін бірде қуантып, бірде жылатқан 40 жыл. Халық алдында есеп берген әнші көрермен көңілінде жарты ғасырға жуық уақыт тарихтан сыр шерткенде әсер қалдырды. Концерттің соңында Uyghur театрының басшылығы Нуралем Kurbanbakiyevаны шығармашылық кешімен құттықтап, жарты ғасырға жуық уақыт республика өнерінің және Uyghur театрының дамуына қосқан үлесіне тоқталып, алғысын білдірді. Шаттық пен мереке бола берсін дегіміз келеді.